Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде 3-ші дәріс сабағымыз Adobe Animate-тегі кітапханалар мен таңбалар. Бұл дәрісте Adobe Animate бағдарламасындағы кітапханалар мен таңбалардың маңыздылығын көрсетеді. Біз олардың негіздерін, анимацияны қалай оңтайландыруға болатынын және жұмыс процесін жақсарту жолдарын қарастырамыз. Бұл құралдар анимацияны жасауды жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар жобалардың тиімділігі мен қайта қолданылуын арттырады. Осы ұғымдарды меңгеру арқылы сіз Adobe Animate-тегі шығармашылық әлеуетіңізді толық аша аласыз. Кітапханалар дегеніміз не? Кітапхана Adobe Animate-тегі барлық анимациялық активтеріңізді, соның ішінде графиканы, дыбыстарды, бейне клиптерді және таңбаларды сақтайтын орталық қойма болып табылады. Кітапхананы қалай құруға және басқаруға болады? Кітапхана панелі арқылы жаңа кітапхана элементтерін оңай қосуға, бар элементтерді қайта ұйымдастыруға және қажет емес активтерді жоюға болады. Кітапхана элементтерін қалай пайдаланамыз? Кітапханадан кез келген элементті сахнаға сүйреп апару арқылы оның данасын жасауға болады. Бұл бір активті көп рет қолдануға мүмкіндік береді. Кітапхана анимация жобаларындағы активтерді басқару үшін өте маңызды. Ол активтерді орталықтандырылған жерде сақтауға мүмкіндік береді. Бұл оларды қайта қолдануды және ұйымдастыруды жеңілдетеді. Дұрыс басқарылған кітапхана жұмыс процесінің тиімділігін айтарлықтай арттырады. Кітапхана элементтерін импорттау және экспорттау. Кітапханаға графикалық элементтерді қосу, сыртқы кескіндерді, векторлық графиканы және басқа медиа файлдарды кітапханаға тікелей импорттауға болады. Бұл оларды жобаңызды қайта қолдануға дайын етеді. Сыртқы кітапханаларды импорттау, басқа Animate жобаларынан немесе бөлісілген активтер жинақтарынан кітапханаларды импорттауға болады. Бұл топтық жұмысты және бірлескен жобаларды жеңілдетеді. Кітапхананы басқа жобалармен бөлісу. Бұл кітапхананы немесе оның жекелеген элементтерін басқа Animate бағдарламасына экспорттау арқылы бөлісуге болады. Бұл активтерді қайта қолдануға және стандарттауға көмектеседі. Кітапхана элементтерін импорттау және экспорттау мүмкіндігі Adobe Animate-тегі жұмыс процесінің икемділігін арттырады. Бұл активтерді әртүрлі жобалар арасында оңай тасымалдауға, басқа дизайнерлермен ынтымақтасуға және қайта қолдануға болатын элементтердің жеке жинағын құруға мүмкіндік береді. Кітапхананы ұйымдастыру, папкалар мен элементтерді басқару. Кітапхана ішіндегі папкаларды пайдалану арқылы элементтерді санаттарға бөлу, оларды реттеуге болады. Бұл үлкен жобаларды, активтерді табуды жеңілдетеді. Әрбір элементке түсінікті және бірізді атау беру активтерді кейіннен іздеуді және басқаруды жеңілдетеді. Бұл әсіресе топтық жобаларда маңызды. Animate кітапхана ішіндегі элементтерді тез табу үшін іздеу және сұрыптау функцияларын ұсынады. Бұл уақытты үнемдеп, жұмыс процесін жеңілдетеді. Ұйымдастырылған кітапхана тиімді анимациялық жұмыс процесінің негізі. Активтерді дұрыс реттеу және атау беру жобаны дамыту барысында қателіктерді азайтып, уақытты үнемдейді. Бұл әсіресе күрделі немесе көптеген элементтері бар жобалар үшін өте маңызды болып есептеледі. Таңбалар. Таңба дегеніміз не? Таңба бұл қайта қолдануға болатын графикалық, батырмалық немесе фильм, клипі элементі. Ол бір рет жасалады және кітапханаға сақталады.
содан кейін сахнада бірнеше рет пайдалануы мүмкін. Таңбаларды қалай құруға және редакциялауға болады? Жаңа таңбаларды жасау үшін кез келген объектіні таңдап, оны таңбаға түрлендіруге болады. Таңбаны редакциялау үшін оны 2 рет басу қажет жеткілікті. Таңбалардың түрлері. Animate'те 3 негізгі таңба түрі бар. Яғни олар графика, статикалық кескіндер үшін, батырма интерактивті элементтер үшін және фильм клипі күрделі анимациялар үшін. Таңбалар Adobe Animate'тегі анимациялық жобалардың ең күшті мүмкіндіктерінің бірі болып табылады. Олар активтерді қайта қолдануға, файл өлшемін азайтуға және анимациялық процесті жеңілдетуге мүмкіндік береді. Өйткені бір таңбаны өзгерткенде оның барлық даналары автоматты түрде жаңартылады. Таңбаларды пайдалану. Сахнаға таңбаларды қосу, кітапханадан таңбаны сахнаға сүйреп апару арқылы оның данасын қосуға болады. Бұл даналар таңбаның өзіне байланысты болады. Таңбалардың даналарын басқару. Сахнадағы әрбір таңба данасының өзіндік орналасуы, масштабы, бұрышы және түстік эффектілері болуы мүмкін. Бірақ оның ішкі мазмұны кітапханадағы түпнұсқа таңбамен бірдей болып қалады. Таңбалар арқылы анимация жасау. Таңба даналарын қозғалысқа келтіру үшін классикалық твиндерді, пішін твиндерін немесе кадр бойынша анимацияларды қолдануға болады. Бұл күрделі қозғалыстарды оңай басқаруға мүмкіндік береді. Таңбаларды тиімді пайдалану арқылы анимацияларды құру процесін айтарлықтай жеңілдетуге болады. Олар активтерді қайта қолдануға, файл өлшемін азайтуға және анимацияға оңай өзгерістер енгізуге мүмкіндік береді. Бұл әсіресе бірнеше рет қайталанылатын элементтері бар анимациялар үшін пайдалы. Таңбаларды редакциялау және өзгерту. Таңбаның ішіндегі элементтерді өзгерту. Таңбаны 2 рет басу арқылы оның жеке редакциялау режиміне өтуге болады. Ішіндегі кез келген элементті өзгерткенде, бұл өзгерістер сахнадағы сол таңбаның барлық даналарына автоматты түрде қолданылады. Таңбаның даналарының қасиеттерін өзгерту. Сахнадағы таңба даналарын таңдау арқылы олардың түсін, мөлдірлігін, өлшемін және бұрышын өзгертуге болады. Бұл өзгерістер тек таңбаның жеке данасына қатысты болады және басқа даналарға әсер етпейді. Таңбалардың көмегімен күрделі анимациялар жасау. Таңбалардың ішіне басқа таңбаларды орналастыру арқылы күрделі ішкі анимациялары бар таңбалар жасауға болады. Бұл анимациялар кешенді қозғалыстарды және интерактивті элементтерді басқаруға мүмкіндік береді. Таңбаларды редакциялау және өзгерту мүмкіндігі Adobe Animate'тегі жұмыс процесінің икемділігін арттырады. Бұл дизайнерлерге бір активтің көптеген нұсқаларын оңай жасауға және жобаны оңтайландыруға мүмкіндік береді. Бұл күрделі анимациялардың дамуын жеңілдетеді. Қорытындылай келе, кітапханалар мен таңбалар анимация процесін қалай жеңілдетеді? Кітапханалар мен таңбалар активтерді ұйымдастыруды, қайта қолдануды және басқаруды жеңілдетеді. Бұл күрделі анимациялық жобаларды тиімдірек етеді. Бұл анимация жасау кезінде уақытты үнемдеу жолдары. Бұл құралдарды пайдалану арқылы қайталанылатын тапсырмаларды азайтуға, активтерді стандарттауға және жобаны өңдеуге кететін уақытты қысқартуға болады. Үйренуге арналған пайдалы ресурстар. Adobe Animate'тегі кітапханалар мен таңбалар туралы біліміңізді тереңдету үшін Adobe Animate'тің ресми құжаттамасын, онлайн оқулықтарды және анимациялық қауымдастықтарды зерттеп
қарап өздеріңізге жаңағы қосымша ақпарат алуға болады. Жалпы бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе, Adobe Animate-тегі кітапханалар мен таңбалар анимацияны жасау үшін таптырмас құралдардың бірі болып табылады. Олар тек уақытты үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар шығармашылық процесті айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл құралдарды толық меңгеру арқылы біздер анимациялық жобаларымызды жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік аламыз. Осымен бүгінгі 3-ші дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.